Жыныстық қатынастан соң жүктілікке келесі себептер әкеледі. Сперма алдымен қынаптан өтіп, жатыр мойнына барған соң, жатыр арқылы көтеріліп, жатыр түтіктерінің біріне енеді. Егер сол айдағы овуляциядан бөлінген жұмыртқа түтікте орналасса, бір сперматозоид оны ұрықтандыра алады. Контрацептивтер сол үрдісті алдын алу үшін жасалған. Олар үш негізгі жолмен жұмыс істейді. Сперма қозғалысын бұғаттайды, сперманы жатырға жеткізбей сөндіреді, немесе овуляцияны тежейді. Бұғаттау әдісі ең оңайы. Ер мен әйел мүше қаптары сперманың жатыр қуысымен жанасуына жол бермейді. Бұл әдістің басқаларынан айырмашылығы жыныс жолымен жұғатын кейбір аурулардан да сақтайды. Сонымен қатар, диафрагма, мойын қақпақшығы және губканы жатыр мойнына қою арқылы сперманың кіруіне кедергі келтіруге болады. Бұл әдістерді кейде тосқауыл деп атайды, әрі спермицидтермен бірге қолданыла алады. Бұл екінші әдіске де мысал, яғни сөндіру әдісіне. Спермицид сперматозоидтарды қимылсыздандырып жоятын химиялық зат. Қазіргі спермицидтер көбік, крем, гель, суппозиторий, тіпті қынапта еритін түссіз үлдір түрінде де келеді. Бұл өнімдер қосылудың алдында тікелей қынапқа енгізіледі. Не диафрагма, я мүше қап сияқты бұғаттау әдістерімен қатар қосымша қорғану үшін қолданылады. Жүктілікті алдын алатын үшінші әдіс аналық бездегі жұмыртқаның өсуін тежейтін әдіс. Егер фаллопий түтігінде жұмыртқа жоқ болса, онда сперматозоид ештеңені ұрықтандыра алмайды. Гормоналды контрацептивтер, яғни таблетка, пластырь, депо-провер уколы, қынап сақиналары, прогестерон мен эстрогеннің түрлі комбинацияларын бөліп шығарады. Бұндай гормон коктейлі жетілмеген жұмыртқаны аналық безде оқшаулап, овуляцияны тежейді. Синтетикалық прогестеронның тағы бір артықшылығы. Ол мойын шырышын қалың, жабысқақ етіп, сперма қозғалысын тежейді. Бірнеше әдісті қатар қолданатын контрацептивтер түрлері де бар. Мысалы, көп жістер, яғни жатырішілік спиральдар, овуляцияны тежейтін синтетикалық гормондардан тұрады. Кейбіреулерінің құрамында мыс бар. Ол сперманы сөндіріп, жұмыртқаның жатырға бекінуін қиындатады. Бұғаттау, сөндіру, немесе тежеу. Бұлардың бір-бірінен артықшылықтары бар ма? Әлбетте айырмашылықтары бар, алайда көбіне қолданудың оңай әрі ыңғайлылығы болуымен ерекшеленеді. Мысалы, ер мүше қаптары дұрыс қолданылса, 98%-ында тиімді. Бұл 98% дегеніміз, егер жылына 100 жұп мүше қапты дұрыс қолданса, 2 әйел ғана жүкті болып қалады деген сөз. Бірақ көбіне олар дұрыс қолданылмайды. Сондықтан өмірде тек 82%-ында тиімді. Ал пластырь не таблетка сияқты басқа әдістерді мінсіз қолданса, олар 99% тиімді болады. Алайда, тәжірибеде ол 91% ғана. Спермицидтер тіпті мінсіз қолданылса да тек 85% тиімді, бірақ көп жағдайда тек 71% тиімді. Контрацептивтерді таңдаудағы тағы бір назар аударар жайт жағымсыз әсерлер. Одан әйелдер ғана зардап шегеді десек те болады. Гормондық әдістердің жағымсыз әсерлерін атасақ, олар бас ауру, жүрек айну, жоғары қан қысымы. Бірақ әр әйелдің реакциясы әртүрлі. Сондықтан бұл әдістер дәрігердің дәрі қағазын қажет етеді. Контрацептив әдісін таңдау әр адамның жеке ісі. Қазір жақсы әсер еткені, келесі жолы әсер етпеуі мүмкін. Ғалымдар әлі де жаңа әдістерді зерттеп іздеуде. Мәселен, сперма түзілуін тежейтін ерлер таблеткалары. Ал қазіргі таңда бірнеше әдістер қолжетімді. Сперманы бұғаттау, оны сөндіру, не жұмыртқаның дамуын тежеп, қолжетімсіз ету.